Баршаңызға сәлем, денсаулық арнасының көрермендері. Бүгінгі видеода сіздерге зоб ауруы жайында айтатын боламын. Зобтың бір атауы жемсау деп аталады. Зоб ауруы қалқанша безінің ұлғаюынан пайда болады. Қалқанша безі адамдарда кеңсіріктің алдыңғы қабатында орналасқан. Қалқанша безінің ұлғаюы мойынның жуандауына әкеледі. Зоб ауруына шалдыққан кезде қалқанша безінің қызметі бұзылып, гормондары не аз, не көп мөлшерде бөлінеді. Бұл ауру тек шығармашылық адамдарда ғана емес, барлық кәсіп иелерінде болады. Оның себебі тұқым қуалаушылық, инфекциялар, психикалық жарақаттар, ағзаның әлсіреуі, шаршау, депрессия, орталық жүйке жүйелерінің, жыныс бездерінің дұрыс қызмет істемеуінен болады. Күн тәртібіне бағынбай, түнде ұйықтамай, дер кезінде тамақтанбай шапқылап жүргендіктен де пайда болады. Оларға диффузды токсикалық зоб тән. Қалқанша безінің гиперфункциясы немесе гиперплазиясы салдарынан пайда болған зоб. Есте сақтау қабілеті төмендеу, депрессияға, жүйке тозуы, терінің кеуіп, шаш түсуі, ағза температурасы төмендеу, ағзаға су жиналып, қабынудың салдарынан салмақ қосу немесе салмақ тастау, бет домаланып, өң қашуы да пайда болады. Қазақстан йод жетіспейтін аймаққа жатады. 2000 жылдан бастап йод жетіспеушілік аурулары көбейді. Тұрғындар тағам құрамындағы йодқа ерекше мән берген жөн. Йод жетіспеушілігі тахикардия, қолдардың дірілдеуі, аз ғана диффуздық жемсау сынды ауруларға себеп болады. Күйгелектік пайда болу, жылау, бұлшық еттің әлсіздігі пайда болады. Асқынған жағдайларда ағзадағы тұз бен су бұзылып, тамақ астындағы без сініп, адамның көздері сыртқа шығып, беттері өзгеріп, тыныс алуы қиындайды. Жүйке талшықтары қозғыштығы төмендеп, ми геометриясы өзгереді. Жүректің минуттық соғуы кемиді. Миокард гипоксиясы қалыптасады, ас қорыту процесі бұзылады. Осыдан бастап қан аздық туады. Зоб ауруын емдеу дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ережесінде барлық жерде бірдей. Зобтың түрі көп, соның ішіндегі ең көп тарағаны эндемиялық зоб. Оның 3 сатысы бар. Біріншісінде қалқанша безі көрінбейді, сипалағанда сезілмейді. Екіншісі қалқанша безі көрінбейді, бірақ сипалағанда сезіледі. Үшіншісі қалқанша безі жұтынған кезде көрініп тұрады. Адам қанының құрамындағы йод мөлшері жыл мезгіліне байланысты азайып көбейіп отырады. Қыркүйек-қаңтар айларында қан құрамында йод мөлшері азайып, ақпанда көтеріледі. Күн ысыған кезде мамыр айларында йод жоғарылайды. Еркектерге қарағанда әйелдерде 3-4 есе көп ауырады. Ағзадағы йодтың 90% тамақ арқылы толықтырылады. Күнделікті тағам құрамына мән берген жөн. Йод балықтарда, теңіз өнімдерінде, балдырларда, балық майында көп. Теңіз қырыққабатын ламинарияда да көп болады. Жемістерден апельсин, лимон, банан, қауын, жүзім, ананас, құлпынай, алма, құрмада өте көп кездеседі. Сүт, жұмыртқа, сары май, сиыр еті, бидай өнімдері йодқа өте бай. Жидектердің ішінен сарымсақ, шалқан, қызылша, картоп, кәді, сәбіз, қызанақ. Бірақ ет пен балықты қайта-қайта мұздатқанда оның ішіндегі йод жойылады. Отаны асқынған жағдайда ғана жасаған дұрыс. Зоб аяғы ауыр аналарда қауіпті жағдай туғызуы мүмкін. Себебі ауру асқынған кезде шақалақ өліп кетуі мүмкін. Жаңа туған нәрестеде қалқанша безінің дамымай қалуы, туа біткен гипотериозды қалыптасуы ықтимал. Қауіптісі нәресте ақыл-есі кемтар болып туылуы мүмкін. Диагноз қойылған бала өмір бойы гормондық ем алуға мәжбүр. Уақытылы емделсе эндемиялық зобтан қаупі жоқ. Зобтың токсикалық түрі ұзақ уақыт емделіп, дәрігер қарауында болу керек. Дәрігердің рұқсатынсыз бала тууға да болмайды. Егер отбасында біреу зоб болып ауырса, тұқым қуалауы мүмкін. Ол тироидтық гормон биосинтезінің генетикалық бұзылуы. Зобты әркім өзінше емдеу керек. Эндокринолог дәрігерлер емдейді. Сырқаттың бірінші дәрежесінде тек қана йодталған йодомарин, йодты калий сияқты дәрілер ішу керек. Йодқа бай тағамдарды қабылдау керек. Емі дұрыс жүрген адам йодты тағамдарды үнемі пайдаланса сауығып кетеді. Зобтың тұқым қуалайтын қатерлі түрлеріне шалдыққандары құлан таза жазылып кетпесе де, дер кезінде емделсе, сырқат созылмалы күйінде қалады. Науқастар берілген мөлшердегі дәріні ішіп тұру қажет. Егер ем дұрыс жасалса, 8 аптада жағдайы түзелуі тиіс. Кейде 2 жылға дейін созылады. Қалқанша безінің көлемі қалпына келсе, 1 жылдан кейін йод қосылған препараттарға көшу қажет. Дені сау адамға шамамен
150 микрограмм йод қажет. Йод аздығы ағзаның химиялық, физикалық агенттерге қарсы тұруы төмендеп, ақыл-есі кемиді. Зобты өз бетімен емдеу өте қауіпті. Теңіз балдырлары, теңіз қырыққабаты, ет, сүт, жеміс-жидектер ағзаға йод беретін тағамдар. Құрметті көрермендер, егер де видео пайдалы болса, арнамның дамуына үлес қосып, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарийда өз пікірлеріңізді қалдырып кетулеріңізді сұраймын.